Қыздар, мен сіздерге бір мастер-класс туралы айтқым келеді. Кешегі күні атмосферасы әдемі кофейняда кәсіби мамандығы бар, өзі әдемі, сәнді Айханым ханыммен мастер-класс өтті. Айханым маған ақш компаниясының өнімі, Мереке компаниясының 5 кезеңдік бет тазартушы өнімдерімен таныстырды. Бұрын Мереке туралы естігенмін, бірақ мен қызықпаған. Кешегі күні Айханым кәсіби түрде маған әр өнімнің құрамын түсіндіріп, менің бетіме жаққан кездегі эффектісімен таныстым. Бірінші болып біз гель қолдандық. Гельдің ішінде мынадай бөлшектер бар, ол скрабтар. Гельмен жуғаннан кейінгі бетімнің терісі өте қатты жұмсарды, тазарды және пленка тәріздес қатып жылтырап тұрған сезім болмады. Одан кейінгі екінші кезең ол маска болды. Маска бет терісін тереңнен тазартады екен. Менің қателігім осындай тереңнен тазартуды жасамайды екенмін. Сондықтан бет терісіне поры дейді, сол өзгеріп кеткен, сондықтан қатты көрінеді. Маған қатты ұнаған осы маска болды. Бұл масканы бетте 5-10 минут ұстап, одан жуып тастау керек. Одан кейінгі бетімнің реңі қатты жақсарды. Бір тонға түсі ағарды десем болады. Осы маскадан кейін біз ылғалдандырушы крем жақтық, күндізге арналған, және одан кейін SPF. SPF-тің құрамының өзі 30 құрайды, және SPF-тен кейінгі міндетті түрде тоналдық крем жағу керек екен. Менің бұрын білмегенім, осы тоналдық крем тек мен декоративтік косметика деп ойлағам. Олай емес екен. Үнемі далаға шыққан кезде SPF пен тоналдық кремді жағып жүруді ұмытпаңыздар. Осы мастер-класстан алған әсерім өте жақсы болды. Өзіме керекті пайдалы өнімдермен таныстым, және өзімнің бет күтіміндегі қателіктерімді түсіндім. Айханым ханым тек өнімді сатып қана қоймай, сопровождение деп айтады ғой, осындай қызмет көрсетеді. Сіздерді де мастер-классқа шақырамын. Егер сіздер мастер-классқа жазылатын болсаңыздар және менің аккаунтымды айтатын болсаңыздар, сіздерге арнайы сыйлықтар болады. Немесе осы посттың астына плюсик белгісін қойып кетсеңіздер, Айханым ханымның өзі сіздермен хабарласатын болады. Қарап тұрғаныңыздай, менің 5 кезеңдік бет терісінің өнімдерінен кейін бетімнің реңі өзгерді. Табиғи сұлулық, жылтырлық және бір тегістік пайда болды. Маған ұнады.